Сәлем достар, бүгін сіздермен песочный өгілмелі самсаның рецебімен бөліспекшімін. Оңай әрі жылдам жасалады, әртүрлі формада жасау үлгісінде көрсетемін. Ең бірінші тестасын елеп аламыз. Ол үшін бір жұмыртқаға тұз, қантты салып, жақсылап шаншықмен араластырып аламыз. Достар, каналымызға тіркеліп лайк басып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Жаңа рецепт жіберіп алмау үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Келесі ерітілген сары майды құямыз және де бөлме температурасында тұрған сүтті қосып тағы да араластырамыз. Бір ас қасық қаймақты қосып жақсылап араластырамыз. Еліктен өткізілген ұнға бір шай қасық қопсытқышты қосып, онымен араластырып аламыз және осы ұнды массамызға шетінен салып отырып жұмсақ қамыр илейміз. Басында шаншықмен араластырып аламыз, одан кейін оның қалған бөлігін салып, қолмен жұмсақ қылып қамырымызды илеп аламыз. Дайын тестаны салафанға салып, морозильникке 20 минутқа салып қоямыз. Енді начинкасына кірісейік. Ол үшін дайын фаршты немесе мен сияқты кез келген етті ұсақтап турап пайдалансаңыздар болады. Мен бұл жерде сиыр етін алып, ұсақ көбіктеп турап шықтым. Өзінің дәмі өзінде қалу үшін осындай әдіспен жасап көрдім. Етіміз дайын. Енді оның үстіне бір дана пиязымызды алып, тағы да ұсақ қылып турап үстіне саламыз. Бір картошкамызды алып, оны да ұсақ көбіктеп турап, начинкасына қосамыз. Өз қалаларыңызға сай осы картошканы қоспасаңыздар да болады. Мен қосып жасаған ұнатқандықтан осы картошкадан бір дана картошканы қосып жібердім. Жалпы начинкасына көп приправаның түрін қоспаймын. Дәміне қарай тұз және қара бұрыш қосып жақсылап араластырамын. Мінекей біздің начинкамыз дайын болды. Енді морозильникте тұрған қамырымызды алып бөліктерге бөлеміз. Дәл видеодағыдай ұзынша қылып бөліп алыңыздар, одан кейін төрт бұрышты қылып бөліп шығасыздар. Мини самсағып жасадым, сондықтан бұл қамырдан 25 бөлікке бөліп, 25 самса шығардым. Әр қайсын осылай қолмен домалақтап жинап шығамыз. Беті күйіп қалмау үшін салафанмен жауып қойдым, және де азғантай ұн сеуіп отырып, тестамызды жайып аламыз. Қазір мен сіздерге осы самсаның түю жолдарын көрсететін боламын. Шамамен 6 түрін сіздерге әртүрлі әдістерін көрсетіп шығамын. Өздеріңізге ұнайтын әдіспен жасай бересіздер. Бұл бізде бірінші әдіс. Жарты ай сияқты қылып, шетін өріп шығамыз. Мінеге өрілу жолын тағы да бір самсадан көрсетіп жатырмын.
өте оңай және жылдам, әдемі болып жасалып шығады. Келесінде дәл солай ішіне начинкасын саламыз және де үшбұрышты қылып жасап шығамыз. Үшінші әдіс, дәл солай начинкасын салған соң үшбұрышты қылып жабамыз және әрбір сызығын өріп шығатын боламыз. Мінекей осындай әдемі түрі шығады, ерекше болады. Беті осындай өрілген қалыпта үшбұрышты самса. Келесі әдісі тюльпан самса дейміз. Домалақ қып жайып алғаннан кейін бір жақ шетіне начинканы салып, пышақпен бір жағын кесіп, шетін бүктеп, бекітіп, біз орап шығамыз. Сол кезде ашылғалы тұрған тюльпан гүлінің формасына келеді. Келесі бізде домалақ самса. Ол үшін екі тестаны жайып аламыз домалақ қылып. Начинканы салғаннан кейін екінші тестаны бетіне қойып, шетін бірінші әдістегідей өріп шығамыз. Мінекей бізде осындай өте әдемі, жинақы, ерекше самсаның түрі дайын болды. Алтыншы әдіс, ортасында ойығын қалдырып, шет-шетін бүрмелеп буып шығамыз. Мінекей дәл осылай жасасаңыздар, түрі өзгеріп шығады. Бұл да самсаның басқа бір ерекше түрі. Мінекей біздің әртүрлі формадағы самсаларымыз дайын. Енді бетіне бір жұмыртқаның сарысына 2 шай қасық сүт қосып, араластырып, бетіне жағып шығамыз. Сүтті қосатын себебіміз беті өте әдемі болып қызарып шығады. Өз қаларыңызға сай бетіне кунжут немесе мак сепсеңіздер болады. Осы уақытта пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Пештеріңізге байланысты 30-35 минут аралығында пісіп шығады. Мінекей біздің әртүрлі формадағы үгілмелі самсамыз дайын болды. Дәл осы әдіспен, дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ортасындағы еті, картошкасы барлығы піскен. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Егер де жасап көрсеңіздер, комментарий бөліміне ойларыңызды жазыңыздар. Сіздермен болған Альмира. Ас болсын.